Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен күріш пен гуляш жасауды жөн көрдім. Гуляшқа бізге қажеті жуа, сәбіз және де ет. Сәбізді қоспасаңыздар болады, пиязды осылай турап аласыздар. Сәбізімізді де осылай турап аламыз. Ал етіміз жұмсақ әрі тез пісу үшін кішкене майдараңқырақ турайсыздар, немесе орташа турайсыздар осылай. Ал енді табамызды қыздырып, майымызды салып, пиязымызды салып, қуырып, жақсылап. Онан соң етімізді саламыз, оны да жақсылап тұрып қуырамыз. Үстіне біраз қасық томат саламыз, және де еттің жұмсақ болу үшін кішкене соя қосып жіберсеңіздер болады. Жақсылап тұрып араластырамыз барлығын. Біраз қасықтай тұз қосамыз. Мен өзім шашликке арналған приправаны қосып жіберемін, және де ең соңынан сәбізді қосасыздар. Және айтарым, осы қуырып жатқан кезде мен біраз қасық ұнды қосып жіберемін. Ол екеуін жаңағыдай ұнды бөлек қуырмаймын, бірден қосып жіберемін, сонда кішкене қоюлау рең береді тамаққа. Суымызды қосып 1 сағатқа қайнатамыз. Бір кеседе күрішімізді салқын суға 10-15 минутқа қойып қоямыз. Тостағымызға майымызды құйып, қыздырып, одан соң күрішімізді кішкене ғана қуырып аласыздар. Тұзын сеуіп, және де су мөлшерін айтатын болсам, қанша күріш салдыңыздар, дәл сонша су құясыздар. Сонда күріштеріңіз ешқандай езілмей, бір-біріне жабыспай, әдемі болып пісетін болады. Дайын болған күрішімізге 1 шай қасық сары май қосып, 2 ас қасық көкөніс қосып араластырып аласыздар. Тарелкамызды дайындап, осылай күрішті салып қойсаңыздар болады. Гуляшымызды де салып, жалпы тағамды қалай жасасаңыздар да өздеріңіз білесіздер, өздеріңіздің ойларыңызға қарай, фантазияларыңызға қарай. Ал енді біздің тамағымыз дайын. Ас болсын. Каналыма жазылып, лайк басып кетсеңіздер.